narsa Törüngen ınao Kıymadım seni Soңғы қоңырау Қызық пен талай Думанды кешкен Шығарма сонау Жолдарым естен Тақтаға жазған Ұстаз тәлімін Партада тыңдап Үлгі алып өскен Соңғы қоңырау Сыңғырлап үнің Көңілде тұрау Арнамдан асып Толқындай тасып Төгілгенім-ау Аттанар сәтте Көрінген ынау Қимадым сені Соңғы қоңырау Аттанар сәтте Көрінген ынау Қимадым сені Соңғы қоңырау Соңғы қоңырау Сыңғырлап үнің Көңілде тұрау Арнамнан асып Толқындай тасып Соңғы қоңырау Сыңғырлап үнің Көңілде тұрау Арнамнан асып Толқындай тасып Төгілгенім-ау Аттанар сәтте Көрінген ынау Қимадым сені Соңғы қоңырау Аттанар сәтте Көрінген ынау Қимадым сені Соңғы қоңырау Қимадым сені Соңғы қоңырау Ұстаздар және ата-аналар. Бұл күндері ең байта келіміздің орта мектептер, мектеп бітірушілерге аттестат тапсыру салтанаттары өтуде. Сан мыңдаған жастар орта білім туралы аттестат алып, 11 жыл оқыған жеті мектептермен, аяулы ұстаздарымен қоштасып, алдарындағы сан түрлі асқан армандарына бағыт алуда. Атындағы номер 11 облыстық қазақ мектеп-интернат кешенінің мектеп бітірушілерге аттестат тапсыру мен мектеппен қош айтысу балына қош келдіңіздер.
Сіздердің тамашалағандарыңыз полонезбиі орындаған мектебімізде жыл сайын өткізілетін дәстүрлі көктем вальсі кешінің қатысушылары 8-ші, 9-ші, 10-ші сынып оқушылары. Биылғы оқу жылының аттестат тапсыру салтанаты еліміздің тәуелсіздігінің 25 жыл мерейтойына орай келіп отыр. Еліміздің тарихын, өткен тарихи даталарды ұмытпай жадымызда сақтау кейінгі ұрпақ міндеті. Бұл мереке білім ұясына оқысам, білсем деген арман тілекпен келіп, білім нәрімен сусында, ойыда өскен мектеп бітірушілер үшін қуанышты да қимас сәт. Осы бір сәтте біздер де осындай салтанатты мерекеге жиналып отырмыз. 91 жылдан астам тарихы бар. Қашанда қазақ жастарына терең білім мен өнегелі тәрбие беріп, үлкен өмірге аттандырған Сәкен атындағы білім ордасы барлық уақытта өз түлектерімен мектеп атағына кір келтірген емес. Бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан асыл қасиеттің алтын діңгегі. Сол еңбек, сол дәстүр егемендік пен бірлік бекіп жалғасын табуда. 2015-2016 оқу жылын 56 түлек тәмамдап, соның ішінде 53 түлек ұлттық бірыңғай тестіге қатысып, нәтиже бойынша оқушылардың орташа балы 101,34% құрады. 2 оқушымыз алтын белгі егерлері, 9 оқушымыз үздік аттестат егерлері атанып, өз білімдерінің тиянақты екенін дәлелдеді. Сөйтіп мектебіміз биылғы оқу жылында да табыстар биігінен көрінді. Болашақтың кілті білімді жас ұрпақтың қолында. Бүгінгі мектеп бітірушілер, ертеңгі студенттер, еліміздің таңдаулы мамандары. Сондықтан да олардың білім жолындағы жетістігін көріп, тиісті бағасын беру, оларды қанаттандыру, болашаққа ақ жол тілеу, аға ұрпақтың ата салты деп білеміз. Осы себептен аттестат тапсыру салтанатына түлектердің ата-аналары, облыстық білім басқармасының өкілдері, мектебіміздің ардагер ұстаздары қатысып отыр. Мектеп бітіруші түлектерге орта білім туралы аттестат тапсыру рәсімі мектеп директоры Сапаров Ерсайын Қадырұлына беріледі. Құбиев Айдын оқу озаты, алтын белгі иегері, 10-шы, 12-ші облыстық Ақжелкен математикалық олимпиадаларының жүлдегері, өнер мектебінің түлегі, үлгілі Атамұрақ аспаптар оркестрінің және жігер домбырашылар ансамблінің мүшесі, халықаралық Ғұмыр Дария республикалық созвездие таланты, волшебный путь искусства байқауларының лауреаты. Орындарова Ақжібек, оқу озаты, алтын белгі иегері, қалалық негізгі пәндер бойынша олимпиадалардың жүлдегері.
үздік аттестат иегері «Мен қазақстандықпын» тақырыбындағы республикалық байқауының облыстық кезеңінің жүлдегері, тәуелсіздік күніне арналған оқушылардың шығармашылық конкурсының жеңімпазы, үлгілі Атамұра халық аспаптар оркестрінің мүшесі, Қобыз қаласының түлегі, 9-10 ұлттық жастар дельфи ойындарының облыстық кезеңінің 2 орын иегері. Нармухамедова Асия, оқу озаты, үздік аттестат иегері, химия пәнінен оқушылар облыстық олимпиадасының 3-ші дәрежелі жүлдегері, 9-ші облыстық 5-ші элемент 2016 химиялық зерттеу элемент эксперименттік турнирінің жеңімпазы, орыс әдебиеті пәні республикалық ғылыми жобалар конкурсының 2-ші дәрежелі жүлдегері, өнер мектебі түлегі, үлгілі Атамұра халық аспаптар оркестрінің мүшесі. Бақтығалиева Айбану, оқу озаты, үздік аттестат иегері, биология пәнінен оқушылардың облыстық олимпиадасының 2 орын жүлдегері, жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндер бойынша республикалық олимпиадасында көрсеткен ерекше жетістіктері үшін алғыс хат иегері. Матова Анель, оқу озаты, үздік аттестат иегері, орыс тілі пәнінен облыстық олимпиадасының жеңімпазы, республикалық қашықтық олимпиадасының жүлдегері. Жұмакулов Азат, оқу озаты, үздік аттестат иегері, физика пәнінен облыстық олимпиада, апельсин физика техникалық турнирінің жеңімпазы, Инфо урок жобасының халықаралық қашықтық олимпиадасының 1 орын иегері. Капалова Айгөркем, оқу озаты, үздік аттестат иегері, 2014 жылғы қазақ тілі пәнінен республикалық ғылыми жобалар конкурсы 2-ші дәрежелі диплом иегері, 2015 жылы өткен 10-шы облыстық ашық интеллектуалдық инфомен компьютерлік турнирінде дарынды бала, дарабоз бала шығармашылық жұмысының жеңімпазы. Көмекқұлова Гүлжас, оқу озаты, үздік аттестат иегері, 11-ші облыстық Ақ Желкен 2013 математикалық регатасының 2 орын иегері, 12-ші облыстық математикалық регатасының 3 орын жүлдегері, 2-ші халықаралық сырттай қашықтық өнердің сиқырлы жолы конкурс фестивалінің 2-ші дәрежелі лауреаты, Атамұра халық аспаптар оркестрінің мүшесі. Сағынғалиев Сержан, оқу озаты, үздік аттестат иегері, 12-ші облыстық Ақжелкен 2014 жылғы футболдан жасөспірімдер арасындағы Кока-Кола бұлғары топ турнирінің 1-ші орын иегері. Қошеметтеріңізге рахмет. Балалар орындарыңызға жайғасуға болады. хат бар екен, соны оқуға рұқсат етіңіздер. Қымбатты Келбет Қайыржанқызы, болашаққа көз тігіп, білімін серік етіп, қарыштай алға ұмтылған ұрпақ өсіріп, ұлыңыз Айнымға тағылымды тәрбие бергеніңіз үшін сізге
демекші, сіз берген тәлім тәрбие мен бағыт бағдардың арқасында айдын көбейіп, ұлттық бірыңғай тестілеуде алға қойған мақсатына қол жеткізді. Ұлымыздың келешегі кемел, болашағы нұрлы болсын. Бірлігі жарасқан мәңгілік елдің болашағын өркендетуге талай асу белестерді бағындыра берсін. Отбасыңызға береке бірлік таймай, армандарыңызға жете беруіңізге тілектеспін. Батыс Қазақстан облысы әкімі Алтай Көлгеновтың атынан. Қымбатты Ришат Орынғалиұлы, Гүлсара Биғалиқызы, болашаққа көз тігіп, білімін серік етіп, қаршыдай алға ұмтылған ұрпақ өсіріп, қызыңыз Ақжібекке тағылымды тәрбие бергендеріңіз үшін сіздерге алғысым шексіз. Білімді мыңды шығар демекші, сіздер берген білім тәрбие мен бағыт бағдардың арқасында Ақжібек Орынғалиева ұлттық бірыңғай тестілеуде алға қойған мақсатына қол жеткізді. Қызыңыздың келешегі кемел, болашағы нұрлы болсын. Бірлігі жарасқан мәңгілік елдің болашағын өркендетуге ат салысуыңызға тілектеспін. Отбасыңыздан береке, бірлік таймай, армандарыңызға жете беруіңізге тілектеспін. Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгенов. Полька биі. 11-ші А сыныбы қоғамдық гуманитарлық бағытындағы сыныпты 15 оқушы бітіріп отыр. 2 оқушы ерекше үлгідегі аттестат иегері. Сынып оқушылары негізінен гуманитарлық бағытты пәндерді тереңдете оқи отырып, мектепішілік өнер мектебінің де түлектері болып саналады. Өнер мектебінің үлгілі Атамұра халық аспаптар оркестрінің құрамында домбыра, қобыз,
қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі, ағылшын, Қазақстан және дүниежүзі тарихы пәндерінен республикалық оқушылар олимпиадасының аймақтық, облыстық кезеңдерінің жүлдегерлері. Батырхан қызы Айкөргем. Бердіғали Гүлсана. Закаева Мөлдір. Қобыландиева Ақмаржан. Контикова Сабина. Кубашев Алимжан. Хабибикер. Қилымов Айбек. Момсин Төлеген. Сағидуллин Султан. Сайлау Анжу. Серікбаева Жұлдыз. Уахит Бақтоты. Түлектер орындарыңызға жайғасуды сұрап.
бірінші Б сыныбы жаратылыстану математика бағыты бойынша оқиды. Сыныпта 23 оқушы, оның ішінде 1 алтын белгі иегері, 3 үздік аттестат иегерлері бар. Халықаралық ғылыми жобалар конкурсының жеңімпаздары, облыстық олимпиада жүлдегерлері, облыстық интеллектуалды және спорттық сайыстардың жеңімпаздары алдарыңызда отыр. Бекболатова Анеля. Гусенова Дана. Жубаналиев Мирас. Камешева Диана. Арменов Аманат. Құрманбаева Динара. Махсудова Гүлфара. Мэнс Нұрсезім. Насыпқалиева Мадина. Нұрқаятова Жұмагүл. Зарегенова Назерке. Сәрсенбаев Қуанышбек. Зембиева Айнур. Серікбай Айгөрген. Серікқали Айгерім. Темешева Гүлай. Төлеуғалиева Анара. Вахид Бахнур.
ғылыми жоба жарысының жүлдегерлері бар. Сынып командасы футболдан облыстық Кока-Кола Былғары топ турнирінің бірнеше мәрте жүлдегерлері болды. Баскетболдан облыстық алтын лига жарыстарының бірнеше мәрте жеңімпаздары болды. Абдрешев Батырхан. Әділгерей Оралбек.
Рахмат. Мінекей, сөзімді осындай жылы лебізбенен, жылы балалармен бірге жүріп, 11 жыл бірімізді жақсы түсінген сияқтымыз. Түсінгендіктің саласы бар осындай ыстық үйде балаларымызбен фото қосып, бірімізге жылы көзбен, жылы сөз айтуымыздың барлығы. Ұстаз ретінде біз дұрыс айта білгендігіміз, оқушы ретінде соны қабылдай білгендігі балалардың. Бұған қоса ата-аналарға рахмет айтамыз, оған үлестеріңіз көп. Мектептің үлкен үйім болғаннан кейін әртүрлі жағдай болып жатыр. Сол жағдайды өздеріңіз сақтап, оқушыға, балаңызға басқаша жақсы жағынан түсіндіріп жүргендеріңізге соны байқап отырамыз. Мінекей қарап отырсаңыз, бүгінгі кешіміз жылдан жылға басқаша бір түрде өтіп отыр. Бүгін кәдімгі бір бал ретінде, бір үлкен бір семьяның бір топ мүшелерін үлкен жолға таңдырып отырмыз. Яғни жыл сайын бізден 60-та жуық бала аттанады. Биылда мінекей 56 бала білім алып, тәрбие алып, үлкен Сәкен мектебінің қабырғасынан шығып отыр. Оқушыларға айтарым, балаларым, сіздерде білімдеріңіз бар, тәрбиелі балаларсыңдар. Тек соны енді Алла болса дұрыстап пайдалана біліңіздер. Ендідан төмен алып қалдым, жоғары алып қалдым деп айтмаңдар. Бұл бір өмірдің бір белесі, өмірдің алғашқы қадамы. Сүрінбей өттік. Биыл да біздің күткенімізде шықтыңыздар. Әр жылдың өзінің қиындығы бар, әр оқушының өзінің түсінігі бар сияқты. Бірақ биылғы 11-ші кластарға біздің ойымызбенен аяқтап отырсыздар. Біз оған үлкен қуаныштымыз. Яғни сіздерге айтарым, енді үлкен алдарыңызда өмір тұр, мектеп жоқ, қоңырауға қаттым, директор жоқ, есік алдында тұратын, қашан неге келмес, неге кешікті деп айтатын. Енді өмірге аттанасыңдар. Бұл өмірде үлкен сын бар. Кімнің баласы, қайдан шыққан, кім оқытқан деген үлкен әңгіме құру мүмкін. Өзіңіз айтпағанмен талады соған сіздер сақ болуға есептен келеді. Жалпы біздердің Сәкен мектебінің оқушылары қашанда мектеп көргіміз келеді, көріп те жүрміз. Сіздер соған қосылады деген сенімдемін. Ата-аналарға айтарым, көп рахмат, бізді қолдайсыздар әрқашанда. Біздің дегенімізге көнесіздер, оңызда түсінікті. Бүгін мінекей балаларымыз, біреуіңіздің тұңғыштарыңыз болады, біреуіңіздің немерелеріңіз бар, істеп отыр. Адамдар құтты болсын деген келеді, дендері сау болсын деген келеді. Әрқашан тек қана қызығын көріп, тойлап жүрегіңіз деген келеді. Рахмат. Арнап келер мерейтой мейрамдарда, мәртебеңде биік қой мейман барда. Бір ауыздан келісіп тілек айтсын, сөз кезегі ағайын меймандарда. Құттықтау сөз мектеп бітірушілер ата-аналарының атынан Сартенова Тамара Балғабайқызына, Есентемирова Мейрамгүл Наурызбайқызына, Губашев Асланбек Зинатұлына беріледі. Құрметті ардагер ұстаздар, құрметті мектептің ұстаздары, ата-аналар, біздің алдында. Әжем жарықтық айтатын, шаңыраққа анамен бірге шуақ кіреді, жарық кіреді. Әкемен бірге жылу кіреді деді. Сол шаңыраққа тек қана әке мен шеше ғана емес, бақыт кіруге тиісті. Бұл бақыт деген әке мен шешенің жалғасы, заңды жалғасы ұрпағы, ұлдары мен қыздары.
осыдан 11 жыл бұрын тұлымдары желбіреген, айдарлар желбіреген осы кішкентай бүлдіршіндерді Сәкен мектебіне алып келіп едік, табалдырығын аттап. Міне 11 жыл өтіпті. Өссін деп, оқысын деп, ертеңге қолын созсын, білімге қолын созсын деп. Уақыт деген осылай зымырап өте шыққан екен. Ата-аналардың таңдауы Сәкен мектебіне бекерден бекер түскен жоқ. Ол деген маңдайалды мектеп. Маңдай жарқыраған ұстаздары бар. Жарқыраған шамшырақтай алға қойған мақсат мүдделері бар мектеп. Осы мектепке оқысын деп берді. Негізі тарихты айтып кететін болсақ, жаңа 91 жыл тарихы бар бұл мектептің деді. Шын мәнінде осы мектептің түлегі Ақын апамыз Ақшат Бақтыгерееваның 11-ші мектебім оралым деген өлеңінде бір шумақ сөз бар. Сан ұрпақты сақтадың мәңгүрттіктен деген. Кезінде жалғыз қазақ тіліндегі осы Орал қаласындағы мектеп бұл Сәкеннің аманатын ақтап, ата салтын сақтап, ана тілін сақтап келген мектеп ұжымына биыл 27-ші жыл шәкірттерін ақ жолға шығарып отырған Ерсайын Қадырұлына, ұстаздарға, ата-аналар атынан басымыз дейіп алғыс айтамыз. Балалар, студент кезінде журналистика пәнінен емтихан тапсырып отырған кезде Тауман Салықбайұлы Амандос деген профессордан емтихан тапсырдым. Журналистиканың негізі жөнінде әңгіме айтып отырған кезде ол кісі балам қай жерденсің деді. Мен айттым, Батыс Қазақстан облысынан. Оралды білесің бе деді. Білемін дедім. Мен Оралдың 11-ші мектебін бітіргенмін. Филология ғылымының докторы, профессор, журналистиканың негізін салған, публицистиканың негізін салған ілтипатпен өзінің ұстаздарын еске алды. Айтып тұрған әңгімесі 41-ші жылғы түлек Атыраудан келіп, осы 11-ші мектептің Сәкен мектебіне білім алғандығын, міне осындай профессор деңгейіне, ғылым доктор деңгейіне көтерілгендігін айтты. Ол 50 жыл бұрынғы өзінің ұстаздарын еске алды. Сол жерде мен осы мектептің нақты бір түлегі шахматтан Қазақстанның бірнеше мәрте чемпионы болған Шәмшиден ағамыздың есімін естідім. Мұны көрдіңіздер ме? Сіздер де кейін қандай деңгейге жетпесеңдер де, Тауман ағаларыңыз сияқты, қай биікте жүрмесеңдер де, Тауман ағаларыңыз сияқты, аталарымыз сияқты мектептеріңізді, ұстаздарыңызды ешқашан ұмытпаңыз дегім келеді. Алғашқы кезде осы сәбилерді сіздің қолдарыңызға ұстаздар алып келген кезде, бұлар ойыншығын әліппеге алмастырып, жан-жағына жаутаңдап қарап, қандай әлемге келе жатырмын деген бір жаңағы балаң көңілмен келген кезде әліппесін ұстатып қолдарына, әліппесін танытып, әріп танытып, алғашқы қанаттандырған алғашқы ұстаздары Нұрсәле Қатемқызына. Енді ұстазы жақсының үстіне жақсы дейді. Осы жерде бір 3 сыныптың ұстаздары, класс сынып жетекшілері отыр. Ғабиден ағайға, Нұрлан ағайға, Динар апайға айтар алғысымыз әрине көп. Ағай деп айтып отырған себебім, бұл кісілер бізге де ағай, ата-аналарға. Шын мәнінде ағай. Өйткені балалармен бірге біздер де оқыдық. Біз оқыдық, жаңа уақыттың өзгерген. Осындай қарым-қатынастарыңыз ешқашан үзілмесін дегіміз келеді. Сіздерге көп рахмет. Алтындарым, айналайындарым, біздің алда үлкен жол бар. Жаңа Ерсайын Қадырұлы айтып кетті. Қазір сіздер оқу күнделіктеріңізді өмірдің күнделіктеріне алмастырдыңыздар. Енді сіздерге тек қана тағдыр, өмір ғана бағасын қояды. Ешкім сіздің өмір күнделіктеріңізді ашпайды. Ата-ана да, мектеп директоры, сыныптастарыңызды тек қана өмірдің күнделігіне баға қояды өмір. Сондықтан осы өмірдің күнделігіне тек қана осы кезге қалай жеңімпазға осы мектеп тәрбиеледі сіздерді. Сол бесіктен танбаңдар. Ұл-қыздарым, құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, бүгінгі салтанатты кеш 11 жыл тердің, балалардың, ата-аналардың, айналайын ұстаздардың терінің нәтижесі. Құрметті Ерсайын аға, соңғы қоңырау кезінде осы түлектер менің 27-ші түлектерім деп айтып едіңіз. Сонда мен санағанда алғашқы түлектер, сіз шығарған түлектеріңіз қазір 50-дің жасын жарып отыр. Қол соқпай.
алғыс айтамыз. Басымызды иіп отыр сіздің алдыңызда. Айналайын, аяқ аттан келіп отырсыңдар. Қандай қиын ата-аналарға, қандай қиын ертең сендерге. Жүрегіміз жарылып тұру, соны алғашқы өмірде қиындық кездескенде қандай боласыңдар деп, қазір әрбір ата-ананың, әрбір сіздің ұстаздардың жүрегі жарылып отыр. Бірақ арыстандай болыңдар. Ұлдарым, кеуделерің елдің қамын ойлағанда жасқа толсын. Айналайын қыздарым, елдеріңнің қамын ойлағанда етектерің жасқа толсын. Қазақстан Республикасының танымалы азаматша мен азамат болуларына шын жүректен, аналық жүректен тілектеспін. Қайырлы кеш. Үлкен қуаныштың үстінде отырмыз барымыз. Құрметті даңқы тек қана республика емес, бүкіл әлемнің түкпір-түкпіріне түлектері арқылы жетіп отырған Ерсайын аға мектебіміздің ұжымы, сіздерге мынау ата-аналардың атынан басымызды иіп үлкен алғыс айтамыз. Бұл алғысымыз және мектеп ұжымына да, өнер мектебінің ұжымына да ата-аналардың атынан алғыс деп білеміз. Сіз бір кездері аға ұстаз болған боларсыз. Біздің балаларымызға әке ұстаз, күндердің күнінде ата ұстаз болатыныңызға сенімдіміз. Бұл балалар сізді соның ішінде директор деп емес, ата деп, әке дегенін жүрегіңізде сақтасаңыз екен. Барлық ұстаздарға, барлық тәрбиешілерге осы біздің балаларымызды адам болып қалыптастырып, бүгін түлеп ұшқалы отырғанда қанаттарына арманын байлап, адастырмай жолына салып отырғандарыңызға сіздерге көп рахметімізді айтамыз. Ананың алғысы ол пейішке апаратын жол деп айтсақ та болады, артық емес деп ойлаймын. Ал енді осы кештің иегерлері бүгін әп-әдемі болып отырсыздар. Өмірлерің осылай сән салтанатқа құрылсын, айналайындар. Бүгін сіздер мектептен бір жола қадамдарыңызды енді өмірге аттамақсыздар. Сәтті сапар, оң қадамдарыңыз болғай. Алда сіздерді енді үнемі әлпештеп аялап отыратын ата-аналарыңыз жүрмейді. Немесе тізгіндеріңізді тартып тәрбиелеп отырған ұстаздарыңыз болмайды. Тәрбиенің тізгіні тікелей бүгіннен бастап өз қолдарыңызға өтеді. Айналайындар, тізгінің біреудің қолында кетпесін. Сіздерге жақсы азамат, жақсы адам болатындарыңызға үлкен сенім артамыз, ақ жол болуына тілектеспіз. Алла сендерді жат ағымнан, жаман достан сақтасын. Алдағы өмірлеріңде тек қана жақсылықтар кездесін, жолдарың ақ болсын, ашық болсын, мақсаттарың нақты, айқын болсын, сәтті сапар, аналық жүрегінен ақ батамды айтқым келеді. Барлығыңызға рахмет. Барлық ата-ана болып, барлық түлек болып, барлық ұстаз болып, Алла қаласа тамыз айында оқу гранттарын жеңіп алып, тағы бір қуанып отырайық. Тағы да бұл болып жабала ата-аналарға. Халқым деп ел жүрген жүректері, мектебім қанша қыран түлетпеді, ел үшін еңбек етіп, тер төгіп жүр, мектебімнің мыңдаған түлектері. Жарқын бейбіт, күннің жарқын бейбіт, күніміздің тілектері, жарылған қуаныштан жүректері, сенімін туған елдің ақтаңыздар, жасампаз тәуелсіздік түлектері. Күтеді сендерді алдан асыл арман, көк теңіз, сайын дала жасыл орман, арқалап ата-ананың аманатын, өтіңдер аман есен асулардан.
сақтасын қапияда сүртуден, сыңарсың ұстаз деген ұлығыңмен, таңдары арайлаған болашаққа қымбатсың ақылыңмен, біліміңмен. Сіздерге ақ батамен жырымыз бар, шынайы ниетпенен ұлыңыздар. Тұсынан алтын ұяң өткен шақта, ұмытпай мектепке бас сұғыңыздар. Мектебімен, ұстазымен қоштасқалы отырған еліміздің жарқын болашағы, үміті мен тірегі боларлық түлектер атынан сөз Искакова Меруерт, Кубиев Айдын, Орынғалиева Ақжібек, Нармұхамедова Асияға беріледі. Ұстаздар, құрметті мектеп түлектері, қадірлі ата-аналар, бүгін міне ұстаз үшін де, біз үшін де қадірлі көрінер. Ұстаздың да шәкірттің де көңілін босатып, көңіл құсын шарықтатар соңғы мектеппен қоштасу кеші. Яғни біз балалық шақпен қоштасып, үлкен өмірге азамат болып аяқ басқалы жатырмыз. Қымбатты ұстаздар, осы кезге дейін берген білімдеріңізге мың алғыс. Ұстаз тамшысымен тас тесетін бейне бір су тәрізді. Ұстаз Әл-Фараби айтқандай, сіздің біздерге бар ынта-жігеріңізбен берген білімдеріңізді осы өмір жолында ұстаным қылып, қай ұстаздың шәкірті екенімізді, қай мектептің түлеп ұшқан түлегі екенімізді мақтан тұтып, биік белестерден көрінемін деп сендіргім келеді. Баланың ең бірінші және өмірлік ұстазы бұл ата-ана. Сондықтан ата-ана бала өміріндегі ең қадірлі тұлға, баға жетпес байлық. Кеше ғана сіздердің жетектеріңізбен мектеп табалдырығын аттаған едік. Бүгін міне сіздердің арқаларыңызда ең қатарлы білім алып мектепті ойдағыдай тәмамдадық. Сіздердің сенімдеріңіз бен қолдауларыңыздың арқасында бар қиындықтарды жеңіп, биік асуларды бағындыра білдік. Ата-ана ретінде, ұстаз ретінде, дос ретінде өз ақылдарыңызды айтып, көрсеткен қолдауларыңызға, берген жылуларыңызға алғысымызды білдіреміз. Сіздерге зор денсаулық, ашық аспан, отбасылық бақыт тілейміз. Сіздерге алдағы уақытта тек қана сәттілік тілеймін. Өмірде өз орындарында адаспай тауып, көптеген жетістіктерге жетіңдер. Тағдырларыңыз жұлдыздар танып, асқар таудай арман тілектеріңіз, мақсаттарыңыз орындалсын. Енді бізді алда өмірдің әр тарау жолдары күтіп тұр. Сол жолда әрқайсымыз дұрыс таңдау жасап, өзіміз армандаған мамандық иесі атанайық. Ал алтын ұя мектебіміз бен біліммен сусындатқан ұстаздарымыз әрқашан жүрегімізде мәңгі сақталады. Кеш, құрметті ұстаздар, қадірлі ата-аналар, менің қымбатты достарым. Бүгін біз өзіміздің қимас бір мекенімізге айналған алтын ұя мектебімізбен қоштасқалы отырмыз. Бізді соңғы қоңырауды арман биіктіктеріне шығып, ең үлкен өмір мектебіне шығарып салды. Енді біз осы 11 жыл бойы біздің еркелігімізді, тентектігімізді көтерген ұстаздарымыздың сабағында отырмаймыз, тақта шығып сабақты айтпаймыз. Қымбатты менің ұстаздарым, бізге осы білім беріп, тәрбие беріп, болашаққа дайындағандарымызға үлкен алғыс. Мектеп түлегі Құрманбаева Динарының орындауында ұстазы мәнін қабыл алыңыздар. Umurda
11-ші А сыныбының жетекшісі Шыхан Нұрлан Елемесұлы. 11-ші Б сынып жетекшісі Амантаева Динара Амантайқызы. 11-ші В сыныбының жетекшісі Шоқпаров Ғабиден Қосыбайұлы. 'Оқушылар, сізге де шығуға рұқсат. Мектеп дегеннің төрт тағаны міне осы. Мектеп әкімшілігі Ерсай Қажының басшылығыменен қалай берді екінші таған мектеп әкімшілігіне қарама-қарсы тұратын бұл қадірменді ата-ана бізше ата-аналар комитеті осында қанша бала болса сонша анасы сонша әкесі яғни айтқанда ата-аналар комитеті болсын. Мектептің үшінші тағаны бұл біздің шәкірттеріміз. Ол міне бағана өздеріңіз айтқан тұлымдағы желдеп ойыншықтарын әріппенмен алмастыруға келгеннен күні бүгінде көрерге көз керек сымбатты сұлу ару қыздар мен Сәкеннің сұңқарындай қыранындай келбетті ұлдарымыз. Екінші сынып жетекшісіне жазылмаған аманатын алдарына баланы алып келгенде беріледі. Ол отбасылық тәрбие мәдениетінің тұлғалық қалыптасуына негіз болып, қолдан келгенше осы оқушы тұлғалардың азамат болып қалыптасуына қаншалықты ықпал ете алмады, оны алдағы баянды өмірлері көрсетеді. Өмір жолдарында адаспай, ата-ана сияқты өз алды класс өте жылы болды. Арасында бұлт болғанменен ер балаларымыз сол бұлтты сейілтіп көтере алды. Қыздарымыздың көңілден шықты, жұбата алды, серік болады. Бұл енді кешегі төменгі класс емес, қазіргі мына 11-ге келгендегісі. Төменгісін айтпаймын, өзінде қалады. Өйткені ол сонысымен ыстық болады. Енді шәкірттерім осы тұрған баршамызда бізде аға демейміз. Бәрімізде тағылым-тағылымнан шыққан мықтыларсыздар, алдарыңыз таза бол. Өмірдегі үлкен жол әр салалы, әр қырлы, сол әр қырынан сүрінбей, шалынбай, баянды өмір сүріңіздер. Өздеріңіздің алған білімдеріңізді ақтай біліңіздер. Өмірге саналы сезімдеріңізбенен абай айтқан жүрек жылуыменен ұмтылыс жасап жоқ, өтен емес, бұның барлық менікі. Қыздар Құдайым сылаған үйткелік бәрібір менікі. Сондықтан сәттік. Құрметті ата-аналар, мына үш тағамның өзіңізден басқа үш тағамның қиындықтарын бізбен бірдей бөлісіп, ағат-жеріңізді көрсетіп, болмаса тағы да басқа өйткені ортақ дүние бір пұшпақтың теріс деп айтамыз ғой. Балалар сізді болғанмен аманаты бізде болды, қолымыздан келгенше қызмет ете алдық деген ойдамыз. Сіздерге әрдайым қасымыздан болып табылып, балаларыңыздың пісіп-бійтін сырына қанықтырып, жетелесуге көмектескендері үшін мыңда бір рахмет. Айтпай Қымбатты мектеп түлектері және де менің оқушыларым, 19 қызым және 4 ұлым. Сіздерді мектеп бітіргеннен құттықтаймын. Өмірлеріңізде әр уақытта деп жақсы адамдар кездесіп, ешқандай қиындықтан мойымай, сүрінбей, жақсы бір үмітпен алға басып, үлкен өмірге аттана беріңіздер деймін. Қорықпаңыздар, бәрі жақсы болады. Тек осы мектеп қабырғасынан алған
білімдеріңізді өмірде дұрыс қолдана біліп, жылы жүректеріңізбен пәк сезімдеріңізді сақтап, осылай аппақ күйінде жүре беріңіздер деймін. Енді менің құрметті ата-аналарым, кіші пейіл ата-аналарым және осы балаларымызбен бірге осылардың қызығында шыршығында бірге көрген пән мұғалімдері, сіздерге көп рахмет. Сіздердің үміттеріңізді менің балаларым ақтайды деп ойлаймын. Сенімім мол, осы еліміздің үлкен беделді азамат мен азаматшасы болатынына сенімім мол. Біздің кіші жүз сияқты болып көзіп айтатын ұмытып болдық қазір. Ең бірінші әрине бірінші түлектердің бәрі түлектер арналды. Балалардың да жол сіздерге жолдарыңыз болсын, шын жүректен. Былай қарап тұрсақ, сол кезінде біздер бірінші классқа келген кезде ата-аналар да сол түлектеріне қазір былай уақытымыз рете қалған ешкім ойлаған жоқ. Одан кейін бір жыл бойы біздер ұбт деп жүрдік, үлкен емтихан болды, ол да рет өтіп кетті. Енді алдымызда тағы бір емтихандар, бұл әрине бәріміз тілеп отырмыз, бұл гранттың конкурсы, ештеңе етпейді, ол да өтеді. Екінші жағынан тағы бір қатты мені ойландыратын бұл балалардың алдында тұратын өмір емтихан. Енді ұбт екінші маусымда болады, ал конкурс августтың басында болады. Расписаниеге келгенде өмірдің емтиханы балалар. Еш уақытта бұл расписаниеге келмейді. Кез келген уақытта сіздердің алдарыңызда сынақ қояды, ал ұбт-да сіздердің мысалы білімдеріңіз сыналатын болса, өмірдің емтиханында сіздердің адамдықтарыңыз сыналады. Осы мектептен алған тәрбие білімдеріңіз осы өмірдің емтиханында сіздерге сүрінбей өтуге жолдарыңыз болсын құлындар. Әкімшілікке рахмет, балаларға жағдай жасаған үшін, ата-аналарға рахмет, балалардың денсаулығын сақтаған. Құрметті ата-аналар, құрметті достар, жаңа ғана Салтаншыл ағам аманат беріп жатыр, бәріңіз білесіздер. Ноғай Нұрлан Асқарұлы біздің әріптесіміз болды. Қазір Атырауда ол кісі жаңа бізде ол кісінің екінші ұлы биыл бітіріп жатыр. Сіздерді, балаларды менің атымнан құттықташ, балаларға ақыл ой деп айтпай сөзге әкеліп тұрмын. Бүгін онда да осындай кешіп жатыр. Енді үкіметтің жұмыс болғаннан тастап кете алмадым дейді. Дегенмен де бір жүрегім баламның қасында деп маған аманат етті. Маған құттықтар отыр. Asılına vurdum aldın ya, sanışa
барша қауым ақ жол тілеп жолыңа, болашаққа сәтті қадам басыңыз, асулардан асыңыз, үлкен өмір жолында. Дарынды балаларға арналған мамандандырылған Сәкен Сейфуллин атындағы номер 11 облыстық қазақ мектеп-интернат кешенін бітірушілерге арналған аттестат тапсыру салтанатын жабық деп жариялаймыз.